Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді 5 минутта жасалатын және де сырты қытырлақ болып пісетін донер жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бисмиллахиррахманиррахим деп олай болса бастайық. Екі картошкамызды жақсылап ашып, жуып, тазалап, осылай сүркіден өткізіп алам. Оны 2-3 қайтара осылай суға жуып аламыз, крахмалын кетіріп. Сонда біздің фриіміз піскен кезде қытырлақ болып әдемі болып піседі. Осылай 2-3 қайтара крахмалын кетіріп алдым. Осындай сүлгіге енді осылай кептіріп аламыз. Жайып осылай кептіріп аламыз. 5-10 минутқа қалдырып. Өздеріңіз көріп тұрғандай біздің фрилеріміз кеуіп дайын болып тұр. Тапамызды қыздырып, үстіне май құйып, майымыз қатты қызған кезде осылай салып фрилерімізді қуыратын боламыз. Фри жасау жолы өте оңай, үй жағдайында жасасаңыздар болады. Сатып алудың түкте қажеті жоқ. Осылай пісіріп алдым. Бізге керекті заттар: колбаса, сыр, 2 қияр, 2 помидор, және де кепшук, майонез қажет болады, және де лаваш қажет болады. Лавашты дайын базардан сатып алдым. Енді сіздер қолдан пісірсеңіздер де болады. Осылай донерді үй жағдайында жасаңыздар. Көп те зат кетпейді, және де көп те расход кетпейді. Сатып алсаңыздар қанша ақшаларыңыз кетеді, және де не қосып атқанын білмейсіздер. Өз қолдарыңызбен жасаған дұрыс деп ойлаймын. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай майонезімізді осылай құйып, үстіне кепшугімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай соусымызды дайындаймыз. Жақсылап араластырып. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай қызанақтарымызды осындай жіңішке қылып, ұзынша қылып турап аламыз. Жасалу жолы өте оңай, үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Енді колбасамызды тураймыз. Оны да осылай жіңішке қылып турап аламыз. Қиярымызды да осылай жіңішке қылып турап аламыз. Сырымызды да осылай жіңішке қылып турап аламыз. Енді донерімізді жинайтын боламыз. Ең алдымен осылай майонез бен кепшук дайындаған соусымызды жағып аламыз. Оның үстіне сырымызды, колбасамызды бәрін көбіректен сала беріңіздер. Сонда сіздердің донерлеріңіз тәтті болып шығады. Қиярымызды саламыз, қызанағымызды саламыз, бәрін үстіне салып шығамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің донерлеріңіз өте дәмді болып шығады. Оның үстіне тағы да осылай соусымызды құйып бүктейтін боламыз. Дәл видеодағыдай бүктеңіздер, сонда сіздердің лаваштарыңыз тығыз және де жеген кезде де ішіндегілері түспей әдемі болады. Осылай барлығын бүктеп шықтым. Енді қызып тұрған табаға осылай пісіріп алатын боламыз. Донерлерімізді осылай салып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Донердің ішіне көп адамдар ет салып жатады, және тауықтың төс етін қуырып салып жатады. Енді ондай салсаңыздар да болады. Қуырып, пісіріп, жақсылап. Осылай екі бетін осылай аударып пісіріңіздер баяу отта. Сонда сыртындағы лавашы қытырлақ болып жеген кезде әдемі болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Біздің донеріміз толықтай дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.
Алдағы уақытта осындай керемет пайдалы видеолар түсіретін боламын. Және де менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерден керекті өздеріңізге пайдалы видеоларды көре аласыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай сырты қытырлап, ішін өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып пісті. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.